Күтпеген кездесу 5-ші бөлім. Достар, менің каналыма тіркеліп, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сүйектен өтер балағатқа күйінген Арман, әкемді мен танырмын-ау, сізге қиын тимесе деп қойып қалды. Мұнысы түн қатардың жетім балалар үйінде өскендігін нұсқағаны болатын. Солақ екен, жағының түгі арлан қасқырдың қылжығындай тікірейіп кеткен түн қатар, резеңке сойылды дубинка. Ала-сала мұнық бас көзге қарамай төмпештей жөнелді. Егер жанындағы өзге тергеушілер ара түспегенде, оқиға қалай аяқталатынын кім білсін. Түс ауа түн қатар төртеуін милиция бөлімшесінің бастығының кабинетіне айдап апарды. Бір қадам қиыс бассаң атып салатын жандай өңі тым суық. Шүңірек қабағының астынан жоуға қарағаны аяушылықты білмес томырық мінезін танытады. Табалдырықтан аттай бергенде жексұрын неме Арманды өзгелерге білдіртпей желкесінен түйіп жіберсін. Бұл шайқатылып барып еңсесін зорға тіктеді. Сондағы көргені ат шаптырым кабинетте 2 адам отыр. Бірі аудандық милиция бөлімшесінің бастығы, ал екіншісі. Арман өзінің көзіне өзі сенбеді. Милиция бөлімінің бастығына қарама-қарсы жайғасқан әкесі екен. Ұлы Отан соғысының ардагері, әкесі бейне мерекелік шараға қатысуға келгендей, сұрапыл жылдарда алған орден медалдарын кеудесіне жарқыратып тағып алыпты. Екеуі біршама әңгімелескен сыңайлы. Бөлмедегі мүлгіген тыныштықты сарала киімді, қызыл жағалы милиция бастығының сұрағы бұзды. Арман деген қайсың боласың? Арман басы салбыраған қалпы ортаға шықты. Сен не бүлдіргеніңді білесің бе? Арман не десін? Көзімен жер шұқылап, төмен қарап мөлиіп тұр. Сен өзіңнің теріс қылығыңмен кешегі офицер, батыр майдангер, Асқар Таудай айбарлы әкені мен сияқты жаман ұлға жалынуға мәжбүр қылдың. Сен үшін ешкімге ешқашан намысын таптатпаған адам өзгелерден кешірім сұрап жүр. Ұятың қайда? Арманның көзі қарауытып, құлағы шыңылдады. Милиция бастығының нық үнін тәнін де жанында дырау қамшымен тілгілегендей күй кешті. Тұла бойын жуған тер тырс-тырс жерге тамшылап жатыр. Капитан, мына бұзақылардың ісін өндірістен қысқартып жібер. Барыңдар, көзіме көрінбеңдер. Ақсақал, балаларды алып ауылыңызға қайта беріңіз. Аман болыңыз, аға. Әлдене айтқысы келіп қипақтаған Сұңқатарға бастығы ала көзімен бір қараған. Инеліктей имеген патшағар зыта жөнелді. Не айтқысы келді дейсіз? Сол бұрынғы біріне бірі соғыстыру, жамандау шығар. Арада жылжып жылдар өтті.